Баршаңызға сәлем достар, қош келдіңіздер менің каналыма. Бүгін мен сіздермен маковый кекс рецептімен бөлісетін боламын. Осы видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бізге керек ингредиенттерді айтып өтейін. Ұн, жұмыртқа, сары май, қант, қаймақ, мак, разрыхлитель, ванилин және тұз. Алдымен сары майға қант, ванилин, тұз салып, миксермен жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқаны бір-бірлеп салып, тағы да миксермен араластырамыз. Қаймағымызды қосып, миксермен тағы да араластырамыз. Ұнға разрыхлительді қосып, венчикпен араластырамыз. Макты қосып, тағы да араластырып аламыз. Формамды алдын ала майлап қойдым. Қамырымыз осындай қоймалжың болып шығу керек. Енді формамызға саламыз. 170 градусқа 40-45 минутқа пісіріп аламыз. Міне достар, маковый кекс дайын болды. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағаныңыздар үшін көп-көп рахмет. Сіздермен болған Гүлсезім.